Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Көздеріңізге елестетіңіздер. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп. Ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Оның беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол өте төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп жаттығу алдында 70 мг қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшық етті. Қызылша бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетінін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында азат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Көз алдыңызға елестетіп көрдіңіз бе? Ендеше қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Соған тоқталайық. Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қату. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар, баспа көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр, ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Құяң немесе несеп тас ауруы. Қызылша құрамында бұл ауруларда қарсы көрсететін қымыздық қышқылы бар. Іш өтуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері керек емес.